Ал кейбір мұғалімдер сол ChatGPT мен жасалған сабақ екенін ажырата алмай қалып жатады дейді. Мысалы мен де шатасам, сіз де шатасыз. Әрине. Бұл бір құлдырауға алып келмей ме? Мұғалімдерге көп көңіл бөлу керек. IT компаниялар әлемде миллиардтық компанияға ие болып отыр. Осы тұрғыдан мен президентті қатты қолдаймын. Мықты мұғалім өзінің білімін семинарларда, интернетте бөлісу керек. Мысалы бүгін жасанды интеллект па, одан қашудың қажеті жоқ. Оны игеріп алып, керісінше дұрыс пайдалану керек. 560 мың мұғалімді толық оқытамыз деген мақсат қойдық. Осы сіздің жобаңыздың ерекшелігі неде сонда? Біз қазір жасап жатқан жоба бұл LLM дейді. Үлкен тілдік модельдер біз өзіміз жасап жатырмыз. Мұғалімге пайдасы зор сияқты болып көрініп отыр маған сөзін ашығын айтайын. Мақсатымыз да сол, көмектессе екен, пайдасы тисе екен негізі. Ол біздің мемлекетіміздің суперкомпьютерлерге өте төмен бағада прайс берген үшін. Мектепке енгізуге нақты кедергі не? Бұл енді білім беру процесіне әрине жақсы әсер етеді. Яғни екі киіз үй тұратын үйде де қазір интернет қоюға болады. Ауылдың мұғалімі сол сәтте ғана көріп үйреніп алсын. Яғни қауымдастықтың мақсаты сол. Иман келтіріп сенудің қажеті жоқ. Бірақ ол келген хатқа жауап негізі базада тұр. Давос форумы деген бар, жыл сайын болатын, сол жерде 10 қабілетті айтады негізі. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, ат үстіндегі әңгімеде бүгін бізде қонақта Айбек Қуатбай. Қош келдің, Айбек. Жалпы Айбекті таныстырып өтетін болсақ, қазіргі таңдағы Қазақстандағы білім, технология және медиа саласының, жалпы жастар деп айтсам болады, жастар өкілінің көшбасшыларының бірі. Және көптеген өзіңнің жобаларың бар, біле білсек, мысалға сенің жобаларыңның бірі, ол өз заманында, мынау қазақтың басынан өткен карантинді білеміз ғой. Сол кезде дәл сендердің компанияларың біздің Қазақстан Республикасының білім министрлігіне өзінің жобасын ұсынып, балаларды онлайн тегін оқыттыңдар, қателеспесем. Жалпы жасап жатқан тірліктерің керемет, көріп жатырмыз, бақылап жатырмыз, мықтысыңдар, мойындаймыз. Бірден енді сұраққа көшетін болсақ, қазіргі таңда 10 жылдан бері жасанды интеллектте жүрсіңдер. Жалпы жасанды интеллект деген не? Бірінші сұрақ. Және оған халықтың көзқарасы қалай? Біздің Қазақстан жалпы жасанды интеллектке дайын ба? Рахмет Әбеке, бүгінгі подкастқа шақырғаныңызға. Біз туралы жаңа кішігірім таныстырып өттіңіз ғой. Жалпы IT саласында жүргеніміз 10 жылдан асты. Өзіміз енді қазақтың IT-ін жоғары деңгейге жеткізейік, әлемдік компания құрайық деген мақсатпен жұмыс істеп келеміз. Жаңа пандемия, карантин кезінде расында жарты жылдай біздің платформаны мемлекеттік барлық мектептер және жалпы жекеменшік мектептерде тегін пайдаланды. Ол енді біз үшін үлкен бір жетістік болды. Неге десеңіз, қиын қыстау кезеңде мемлекетімізге өзіміздің қол ұшымызды бердік. Себебі біз Google-дың, Microsoft-тың тегін беріп жатқанын көрдік те бүкіл әлемге. Біз енді қазақи компания болып, неге ең болмағанда өз елімізге тегін бермейміз деген оймен, сондай бір мақсатпен тегін бердік. Ал енді жасанды интеллект бұл қазір бүгінгі күннің сұрағы емес, бұл кеше басталып кеткен сұрақ. Бұл сұраққа біздің қоғамымыз кезіндегі телевидение, радио көрген сияқты кез келген қоғам бірден дайын бола қалмайды. Бұл ақырын оны үйретеді, оны түсіндіреді, бір-бірін үйретеді. Оны үйрететін институттар болады, қателіктер болады, неше түрлі сұрақтар болады. Ол заңдық өзгерістерге алып келеді дегендей. Жалпы біздің менің ойымша қоғам едәуір әлемде цифрландыру жағынан алды. Ол біздің мықты компанияларымыздың, біздің президентіміздің алға қойып отқан жаңағы мақсаттарының арқасы деп білем, жетістігі деп білем. Ал енді нақты жасанды интеллектті қазіргі таңда біздің қоғам қалай игеріп жатыр десеңіз, әзірге былайша айтқан кезде, оңай тілмен айтқан кезде, кім қалай мүмкіндігі бар солай игеріп жатыр. Оның бір нақты гигиенасы, алғышарттары, мазмұны ешкімге үйретіліп жатқан жоқ. Ал енді ол қайдан үйретіледі десеңіз, енді мен ойымша балабақшадан, мектептен, үй ішінен ол басталу керек. Дегенмен ол соңында өзі бір былай тұрақталады деп ойлаймын. Жолға қойылады деп ойлаймын. Жасанды интеллектті үйрету, жасанды интеллектті үйрену және оны игеру. Менің ойымша бір уақыт керек. Кез келген қоғам, кез келген жаңа нәрсеге бірден дайын бола кетпейді. Әрине. Бірақ енді оны кім үйретеді деген кезде, әрине ол мемлекеттік тараптан бір стандарттар бекітілуі керек. Себебі қалай болсын солай жасанды интеллектті қолдану осы екен деп, менің ойымша қолдана берген дұрыс емес. Оның түбінде бір қиыншылықтар кездеседі. Енді қараңыз, мемлекет тарапынан деп жатсыз, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев
әр сөзінде осы жасанды интеллект туралы айтады. Еліміз жасанды интеллектті дамыту керек, игеру керек дейді. Керек десеңіз, ел президентінің қолдауымен, бұйрығымен, пәрменімен деп айтайық, Қазақстанда жасанды интеллектті үйрету институты салынады деген әңгімелер бар мысалға. Енді оның бәрі түсінікті, жасанды интеллект деген жақсы. Қазір енді толыққанды жасанды интеллектті үйренбесек те, меңгермесек те, біз видеолар жасап жүрміз ғой жасанды интеллектпен қазір. Кейбіреулер сол видеоның қайсысы шын, қайсысы жасанды интеллектпен жасалғанды ажырата алмай қалып жатыр. Енді мен бір жігіттерді білем, дәл осы жасанды интеллектті үйретіп жүрген жігіттер, мысалға, бәлкім естіген шығарсыз, Думан, Нұрғанат деген жігіттер мысалға. Олар жалпы халыққа үйретіп жүр да. Сіз өзіңіз мұғалімсіз, қателеспесем, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірдіңіз. Қай факультет? Мехматты бітірдіңіз. Мұғалім ретінде осы жасанды интеллектті жалпы біздің мұғалімдер көбісі меңгермеген дегенде сыбыс бар. Себебі қазір үй тапсырмасын оқушылардың 90-80%-ы ChatGPT-мен жасайды дейді. Қазір ChatGPT деген жақсы болды ғой, бәрін сұраймыз. ChatGPT-мен жасайды дейді. Ал кейбір мұғалімдер сол ChatGPT-мен жасалған сабақ екенін ажырата алмай қалып жатады дейді. Мысалға, осындай әңгімелер бар, енді алып қашпа әңгіме ма, нақты факт ма, о жағын білмейді екен. Жалпы енді сұрақ, осы мұғалімдер мұғалімдерді осы жасанды интеллектке үйрету үшін не жасап жатсыздар дәл қазіргі сәтте, және де оқушылардың жасанды интеллектпен, яғни ChatGPT-мен үй тапсырмасын орындау, бұл бір құлдырауға алып келмей ме біздің ортамызды? Себебі мұғалімдердің өзі білмей жатқан дүниені оқушылар қалай жасайды? Сұрағыңызға рахмет, өте көлемді ауқымды сұрақ негізінде. Ең алдымен бірінші біздің елде, бұл орталық Азияда ең бірінші болып қабылданған жасанды интеллект заңын айту керек. Себебі сіз айтып өттіңіз басында, қазір фейк па, шын ба, видеоны ажыратамай қаламыз деп. Бұл заң бойынша жасанды интеллектті қолданып видео жасаған адам, оның жасанды интеллектпен жасалғанын көрсету керек. Заңды бойынша. Қазір бұны мұғалімдер де, кез келген адам бұны видеоны салып жатыр ғой. Бірақ оның нақты қалай жасалғанын түп төркінін айтып отыру керек. Бұл бірінші. Екінші мәселе, жалпы жасанды интеллектінің негізгі мағынасы бұл әр түрлі адамдардың ақпаратынан құралған, барлық бір үлкен ауқымды көлемді датаны, яғни ақпаратты бір жерге жинақтап, соны қорытып беріп отыру. Яғни жасанды интеллект деген бір әлемдік үлкен бір суперкомпьютердің негіздерінде жұмыс жасап отыр. Ал енді жаңағы 80-90% оқушылардың көпшілігі ғой, енді нақты процентті бұны бір зерттеулер жүргізіп, ондай зерттеулерді әлі оқымадық Қазақстан деңгейінде, бірақ расында әңгімеңіз жақын деп ойлаймын осы 80-90%-ға. Мұғалімдердің, оқушылардың көпшілігі 80-90% үй жұмысын жасанды интеллектпен орындап келуі. Бұл енді біріншіден біздегі білім дизайнын толықтай қайта қарастыру керек деген сұрақ қалып келетін шығар. Мүмкін үй тапсырмасын басқаша беру керек шығар. Үй тапсырмасын немесе мысалға қалай беруге? Мысалға ма? Мысалға. Осы жерін нақтылай кетейік. Мысалға үй тапсырмасын қалай береді? Натурал сандар дейді. Екі санның қосындысы мынандай осы үйге есеп шығарып алып кел дейді. Ал енді басқаша берейік. Мысалға, сіз өзіңіздің бойыңызды натурал сан қылып жазыңыз. Үйіңіздегі төсектің салмағын өлшеңіз. Осының бәрін қосқан кезде қандай сан шығады, және ол сан сіздің көрші жаңағы ініңіздің несінен үлкен ба деген сияқты ғой. Жасанды интеллект қайдан білсін оның үйіндегі төсектің размерін қайдан білсін, бойының размерін қайдан білсін? Көрдіңіз ба, анау адамды ойлантып тұр ғой. Сұрақтың төркінін де өзгерту керек те. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, жақсы енді балалар ChatGPT болсын, Gemini болсын, тегін версиясын қолданып, жалпы сұрақтарды онда енгізіп алып келіп жатыр ғой. Сонда бізде үй тапсырмасының мағынасы қалай жұмыс істеп тұр? Үйге тапсырма береді, орындап келу керек. Ал енді оны Блум таксономиясы деген бар білімде. Бала ақпаратты оқиды, түсінеді, меңгереді, ары жағынан синтез жасайды, анализ жасайды, одан өміріне қолданады деген тағы да 3 этап бар да. Соның бастапқы үшеуінде өкінішке қарай біздің балаларымыз қалып қойып отқан сияқты. Ақпаратты оқиды, игереді, түсінеді, бірақ ары қарай синтез, анализ, оны өмірде қолдану деген біздің ол жасанды интеллект келмей тұрғанға дейін де ол болмай тұр. Енді жасанды интеллектпен бала үй жұмысын жасап келді дейік. Мектепке келді. Мұғалімдер бұны түсіну үшін жасанды интеллекттің базасын, фундаментін түсіну керек қой. Әрине. Оны фундаментін түсінген мұғалім
ол жасанды интеллектпен бала жасап келгенде ұрыспай, керісінше жетек сұрақ қою керек. Иә, мысалы абзал, сен осыны жасап келдің, жақсы. Мысалға бір конспект жазып келдіңіз. Енді сізге сұрақ қою керек. Ал енді сен осыны өміріңде қалай қолданбақшысың? Деген секілді. Бұны сингапурлықтар мықты пайдаланады. Қазір таңда Сингапур жасанды интеллектті білім беру процесіне жақсы игеріп отыр, жақсы енгізіп отыр. Олар жасанды интеллектпен жасап келе бер дейді. Сен де жазып кел дейді. Бірақ ішінде сенің кейіпкер сен бол дейді. Сенің өміріңнен мысалдар ал дейді. Ананың өмірін жасанды интеллект білмейді ғой. Әрине. Ал егер мен тұрамын да Том Круз туралы мысалы эссе жазып келсем, миллиондаған эссені жазып береді. Ал енді Абзал Ибрашев туралы эссе керек. Оның 13 жасар кезіндегі оқиғалары керек десек, оны білмей қалады. 13 жастағы оқиғаны менің есімде жоқ қой. Жасанды интеллект қайдан білсін? Мысал ретінде айтып. Сол секілді енді мұғалімдер ең бірінші базаны білу керек, фундаментті білу керек, кейін кибергигиена дегенді білу керек. Жалпы галлюцинация деген ұғым бар, иә. Мысалға галлюцинация деген ол жалпы оңай тілмен түсіндіргенде шатасу. Мысалы, мен де шатасам, сіз де шатасыз. Әрине. Сол секілді ол жасанды интеллектте түбінде жасанды интеллектті адам жасап тұр. Иә. Ол да шатасады. Сол шатасқан информацияның дұрыс-бұрыстығын критикалық ойлау арқылы тексере білу керек қой. Мысалға, жаңағы дәрігерлер туралы да мысалдар бар ғой. Мына аппендицитті мына жағынан жаңағы кесіп қойып, кешіріңіз білмей қаппын, енді білем деген секілді. Ол уже мына жағын не істеп қойды ғой, кесіп қойды ғой. Сол секілді бұл да бір адам сияқты үйретіледі. Мынаны жасап береді, дұрыс емес, қайтып істеп келсең, қайтып істеп келеді дегендей. Біз енді мұғалімдерге нақты не істеп жатырмыз? Дарын онлайн компаниясы 6 жылдан бері білім беру процесінде, білім беру технологияларында жұмыс жасап келеді. Біз оқушыларды оқыттық, дайындадық, үйретіп жатырмыз, бірақ біз соңында емес, осы 2 жылдан кейін түсінгеніміз 2022 жылдары мұғалімдерге көп көңіл бөлу керек. Әрине. Себебі мен мындай мысал келтіремін. Мынандай бассейн болса, ол оқушылар болса, оған құятын жаңағы труба немесе канал, арық, ол үнемі лай болып келе беретін болса, бассейнді қанша тазартқанмен мағынасы жоқ. Иә. Одан да мына келетін бұлақтың көзін тазартып, арықты керемет қылып істеу керек. Бұл жерде енді мұғалімдер бізде барлығы жасанды интеллектті игеріп кетсін немесе игеріп кету керек деген сұрақта емес. Мәселе мұғалімдеріміздің біліктілігін біз үнемі арттыруымыз керек. А біліктілік деген не ол? Күнде жаңарып жатқан білімге икемді болу. Мысалы, бүгін жасанды интеллект па, одан қашудың қажеті жоқ. Оны игеріп алып, керісінше дұрыс пайдалану керек. Кезінде мысалға телевидениеден қорыққан екен. Ой, мынау Сократтың әңгімесін айтайыншы. Сократ бүйтіп айтады деген. Мынау енді Сократтың кезінде. Сократ кітап жазып, осы кітаптарды енді менің білімімді мыңдаған адамдар қолдансын десе, масқара айтады деген. Ой, бұл қалай болды? Мына кітапты біреудің дайын кітабын оқып алсаған несі? Адам өзі жаттап жүрмей ма миында деп. Енді қазір кітап дегенге біз керісінше жете алмай жатырмық қой. Кітап оқысақ екен, кітап оқысақ. Неше түрлі кітап клубтары бар дегендей. Сол секілді телевидение пайда болды. Бәрі қорықты. Ойбай, телевидение пайда болды. Енді біздің неміз қалай болады, күніміз қалай болады, білімді қалай береміз деген сияқты. Радио пайда болды. Құлағынан тыңдап тұрып, қай жақтан сөйлеп тұрсың десе, Алматыдан сөйлеп тұрмын деген кезде адамдар таңғалған ғой. Сол секілді бұл да бір жаңа өзгеріс, жаңа қоғам. Мен ойымша қазақ жалпы халқы генді өте мықты жаратылыстану ғылымдарын игере алады. Себебі кең көлемде, кең осындай далада өскен адам абстракциясы мықты. Сондықтан біздің айтишниктер неше түрлі компанияларда. Сондықтан біздің IT компаниялар әлемде миллиардтық компанияға ие болып отыр. Мысалы, Каспий Фридинді ашық айтқанда. Одан кейін біздің жалпы қазақ қоғамында мен ойымша жасанды интеллектті және әлемдік өзгерістерді игеру емес, керісінше соны жасаудың алдына шығуға болады. Осы тұрғыдан мен президентті қатты қолдаймын. Себебі біздің ел, менің ойымша, IT жасанды интеллекттен алға шыға алады. Себебі халық абстракциялы жақсы ойлайды. Екінші, аграрлық мықты мемлекет бола алады. Енді мұғалімдерге қайтып келейік. Мұғалімдерге келген кезде мұғалімдерге біз осыны үйретуді 3 жыл алдын бастадық. Басталып кеткен жоқ. Басталып кеткен. Бірақ жасанды интеллекттің тренд болып жатқанына 2 жыл болды. ChatGPT-дің негізі 2016 жылы шыққанымен, оны бүкіл әлемнің тануы 2024-те болды. 23-24-те болды. Олар да 6-7 жыл жұмыс істеді. Енді біз осыны бастап кеткенбіз. Дарын ұстаз, Дарын Teacher деген компаниялармен оқытып жүрміз. Шетелге апарып келдік. 40 шақты мұғалімді шетелге апарып келдік. Жақсы. Финляндия, Эстония, Сингапур, Малайзия, Қытай, Жапонияға апарып келдік. Олар көрді көзбен. Сөйтті де олар қорқу керек емес екенін түсінді. Керісінше игеріп дұрыс пайдалану керек екен. Мысалға енді жақсы мысалма, жаман мысалма білмеймін. Мысалға
пышақпен неше түрлі нәрсе істеуге болады. Иә. Жақсы ниетпен, жақсы оймен керемет тамақтар жасауға болады дегендей. Сол секілді жасанды интеллектінде бұл дұрыс инструмент ретінде пайдалана білу керек те. Енді соңғы біздің мынау массовый жасап жатқан жобамыз бұл Дарын AI жобасы. Қазіргі таңда басталғанына 2 ай болды. Қазан, қараша, міне желтоқсан айлары 560 мың мұғалімді толық оқытамыз деген мақсат қойдық. Тегін оқытамыз. Тегін оқытасыз. Тегін оқытамыз. Біздің бастамамызды Аманат партиясы қолдады. Біздің бастамамызды оқу ағарту министрлігі қолдады. Сосын оқу ағарту министрлігінің өзінің бұйрығы бар. 175 деген бұйрық бар. Мұғалімдер оны жақсы біледі. Сол бұйрыққа бізді тексеріп, біздің курсымыздың мазмұнын тексеріп енгізді. Енді біздің мұғалімдер соны оқыса, онда олар соның жаңағы оқығандығын дәлелдейтін сертификатын көрсетсе, мұғалімдердің біліктілігін арттыруына бал береді. Ол бал мұғалімдердің жалақысының өсуіне әсер етеді. Кәдімгідей. Мысалы 100 мың алатын адам 20 мың алады дегенде ғой енді. Сонда қараңыз, біз оқытып жатырмыз, біліктілігі арттырудың несін дәлелдейтін құжатты беріп жатырмыз. Және біз осы мұғалімдердің оқыған мұғалімдердің арасынан конкурсқа документ қабылдап, яғни құжат, ол өзінің өмірде жасанды интеллектті оқу процесіне қалай енгізгендігі туралы бір эссе, видеолар жібереді бізге. Соны біз қарап, Астанада үлкен педагогикалық хакатон жасайын деп жатырмыз. Жақсы. Наурыз айының соңында. Педагогикалық хакатонда біз 400 мұғалімді неше түрлі жобаға жасатуға үйретіп, ең мықты 20 мұғалімді Оңтүстік Кореяға тегін апарайын деп жатырмыз. Бұның барлығы мемлекеттің қолдауымен түсінгенім бойынша. Мемлекет енді бізді ақпараттық тұрғыдан, жаңағы бұйрық негізінде курсты кіргізу тұрғысынан, жаңағы барлық мектептерге хабарландыру тұрғысынан көмектеседі. Бірақ қаржылай көмектесіп жатқан жоқ. Яғни біз белгілі бір мемлекеттен тендер алып, бір сондай бір ақшаны игеріп жатқанымыз жоқ. Біздің мақсат мұғалімдеріміз жасанды интеллектіні заман талабына сай жақсылап игеріп, оқу білім беру процесінде дұрыс қолданып, содан білім беру сапасының өсуіне жұмыс жасауы. Және бұл біздің президентіміздің қойып отқан негізгі мақсатына пара-пар жақсы жұмыс жасайды. Неге десеңіз, жалпы мұғалімдер мен білім беру процесіндегі адамдар халықтың 30%-ын құрайды. 20 миллион болса 6 миллион адам оқушы, колледж мұғалімі, мектеп, балабақша тәрбиешілер бәрін қосқанда 6 миллион адам шықса, сол 6 миллион уже 30%-ды игеретін болсақ, біз дұрыстап онда ол қалған 70%-ға ол әсер етеді. Әрине. Дұрыс әсер етеді. Әрине. Сондықтан біз ойлаймыз, осы жасап жатқан жұмысымыз біздің мемлекетіміздің жасанды интеллект еліне айналуына және дұрыс осыны қолдануға көмектесе алады деп. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, жасанды интеллектпен, ChatGPT-мен мұғалімдер көбісі білмей қалады, оқушының үй тапсырмасын жасап алып келген деп. Әрине, енді қазір кез келген салада жасанды интеллектті қолдану ол айып емес. Біз оны білеміз. Және мұғалімдер туралы айтып жатырсыз жаңа. Мұғалімдерді үйретіп жатырмыз дейсіздер. Жалпы бұл жасанды интеллект деген мұғалімдер үшін бір уақытты үнемдейтін құрал ма, әлде өзінің кәсіби жұмысының, кәсіби дамуына алып келетін бір технология ма, мысалға осы сұраққа бір жауап берсеңіз? Мұғалімдер негізі 3 түрлі негізгі процеспен жұмыс істейді. Сабаққа дайындық процесі, сабақ кезі, сабақтан кейінгі тексеріс жұмыстары. Сабақтан кейін, сабаққа дейінде ата-анамен байланыс, өзінің басшылығымен байланыс, құжаттарды реттеу деген сияқты жұмыстар көп. Административтік жұмыстар. Енді мұғалімдер осы сабақ беру процесінде жасанды интеллектіні өте аз қолданады. Себебі біздің инфраструктуралық дайындығымыз керек оған. Әрбір мектепте интернет болу керек. Интерактивті тақталар өте керемет деңгейде жұмыс істеу керек. Ол интерактив тақталардың ішінде жасанды интеллекттің программалары болу керек дегендей. Ал енді сабаққа дейінгі процестерде мұғалім өте көп уақытын жұмсайды. Мысалға, бір сыныпта 20 бала бар. Сол 20 балаға 20 түрлі тапсырманы құрастыруға ол уақыт жетпейді. Және 20 түрлі баланың деңгейі 20 түрлі. Мысалға, математикадан біреу мықты біледі, оған мықты сұрақ қоятын болсаң, оған қызығар қарай. Біреу орташа меңгереді, оған ана мықты баланың сұрағын берсең, ол шығара алмайды да тастап қояды. Енді осыны адаптивті оқыту дейді. Осыған жасанды интеллектін керемет қолдануға болады. Әр баланың деңгейін беру арқылы промптқа. Сол әр балаға лайықты сұрақ дайындап беріп, әр баланың да қызығушылығын оятпай алып жүруге болады. Бұл уақыттың 20%-ын үнемдейді. Мысалға күндігі 8 сағат болса, ол сол 1,5 сағатын сұрақтарды дайындауға оңай.
жасанды интеллектпен пайдалана алады. Мгм. Екінші, сабаққа дейінгі процесте мұғалімдер неше түрлі құжаттар бар. КМЖ, ТМЖ деген сияқты құжаттар бар. Қысқа мерзімді жоспар, толық мерзімді жоспар деген. Солардың барлығын мұғалімдер жасап, соны жаңағы оқу орынбасарына қол қойдырып, содан кейін жаңағы бұл енді заңдық бекітілген норма. Бұны енді КМЖ, ТМЖ-ны жасанды интеллектпен өзінің ойын бере отырып, былай көрнекілеп әдемі жасап, уақытын тағы үнемдей алады. Сонда жасанды интеллект былайша айтқан кезде сабақ беру процесінде 40%-ға кіре алмаса да, сабаққа дейінгі және сабақтан кейінгі 60%-ды үнемдей алады. Сонда есептейік, бір күнде 8 сағат десек, мұғалімдер шамамен бір 200 қанша күн, 300 күндей жұмыс істейтін болса, 300 күнде 8 сағатқа көбейтсек 2400 сағат, 2400 сағат жұмыс істеу керек. Соның жаңағы 50%-на дейін үнемдейді, сонда 1200 сағатты үнемдей алады. Бұл 1200 сағат деген сөз әжептәуір күн бөлетін болсақ, біраз не шығады, 60 күн ба қанша шығады, сондай бір үлкен не шығады, уақыт шығады. Сол уақыт арасында ол кісілер керісінше творчестволық, өзінің біліктілігін арттыру бойынша, осы жасанды интеллектпен ары қарай не істей аламын деген ғылыми жобаларға дайындық бойынша уақытын соған жұмсай алатын еді. Енді адам бәрібір де бос уақыт қалған кезде бір жерге, мен ойымша, жұмсау керек, дұрыс жұмсау керек. Жасанды интеллект сонда қорыта айтқанда рутиналық жұмыстарды азайтады. Ал негізгі сабақ беру процесінде ол керісінше мұғалім көмекші құрал ғой. Ол ешқашан жасанды интеллект, мен ойымша, әсіресе мұғалімдердің орнына ауыстырылмайды. Мұғалім ол тек қана білім беріп жатқан жоқ, ол тәрбие де беріп жатыр. Ол социумды қалыптастырып жатыр. Ол қоғамның бет бейнесі. Сондықтан мұғалімге жасанды интеллект тек көмекші құрал болады, және көмекші құрал ретінде уақытының жартысын үнемдейді. Бірақ кейбір мұғалімдер бар ғой, былай ойлайды да, жасанды интеллект дамып кетсе, жасанды интеллекттің біз барлығымыз меңгеріп алсақ, біз онда екінші орынға түсіп қаламыз дейді. Енді сіздің сөзіңізге қарасам, бұл негізі жоқ қорқыныш, мысалға. Ал бірақ өкінішке орай бар мұғалімдер шынымен де бұл дүниеден қорқатын, мысалға. Енді қазір мынандай бір не шығып жатыр да, әңгіме бар да. Жақсы бір жақсы мықты маман дейді, жасанды интеллектпен 2 есе мықты болады дейді. Әлсіз маман дейді, жасанды интеллекттен қорқып өзін екінші орынға қалдырады деп тұр да. Бұл жерде біз жалпы өмірде әрбір маман мықтылыққа ұмтылуымыз керек. Енді Абай атамыздың жақсы ғылым таппай мақтанба деп. Осы жерде ғылым дегенде мен ойлаймын эксперттік деп ойлаймын. Ғылым таппай мақтанба, яғни сен өзіңнің ісіңнің шарықтау шегіне жетуге жұмыс жаса. Ал жасанды интеллект сені тек қана сол бар жеткен жетістігіңді тағы да ұлғайтуға көмектеседі. Кез келген маманға, жалпы енді қазір айтып отыр, журналистерді де ауыстырады, ананы да ауыстырады деп. Менің ойымша, бәрібір де адамға эмоция керек. Әрине. Адамға адам керек. Біз тек қана қоғаммен бақыттымыз, қоғаммен ғана біз кәсіп жасаймыз, қоғамға ғана бір нәрсе ұсынамыз деп. Бұл барлығы жасанды интеллект болып кету деген қорқыныш менің ойымша негізсіз. Көмекші құрал ретінде ешқандай өзіңе байлап алу керек та, оны дұрыстап. Тәрбиелеп дейсіз ғой. Өзіңе тәрбиелеп алу керек. Енді қараңызшы, жалпы сіздің мынау жасаған жасанды интеллект шешімдеріңіз бар ма жалпы? Сол 10 шақты елде мойындалған. 10 шақты елде кәдімгі мұғалім эксперттер бұны кәдімгідей қолдап, мақтап, шынымен де мойындаған. Біз үшін әрине ол мақтаныш, қазақтың бір баласы осындай жасанды интеллектпен әлемді мойындатып жатса, мысалға. Біз қазақ, білесіз ғой, бір танымасақ та бір қазағымыз шықса қуанатын адамбыз ғой, жалпы сондай халықпыз. Осы сіздің жобаңыздың ерекшелігі неде сонда? Енді біздің жобамыздың ерекшелігі, жаңа мен айтып өткен 6 мемлекетке біз мұғалімдерімізді апарып келдік қой. Осы мұғалімдерде біздің серіктестер бар. Осы елдерде біздің серіктестеріміз бар. Яғни білім компаниялары. Эстония, Финляндия, Жапония, Қытай, Сингапур, Малайзия. Ал енді біздің тағы да 3 елде филиалымыз бар. Қырғызстан, Әзербайжан, Өзбекстан, Қазақстан. Сонда 10 мемлекет. Бұл мемлекеттерде біз осы жасаған жұмыстарымыз көрсетеміз ғой. Сол кезде олар таң қалады. Негізі Эстония, Финляндия білім саласынан мықты деп жатырмыз. Бірақ олардың өзі жалпы осы барлық мемлекеттер жасанды интеллекттің қалай енгізу керек деген сұраққа білім саласына нақты бір стандартын әлі толық бекіте алған жоқ. Барлығы былай аумалы төкпелі бір жұмыстар жасап жатыр. Олардың ішінде ең маған ұнайтыны Оңтүстік Корея мемлекетінің мысалы, және Сингапурдікі. Олар айтады, қолдана беріңдер дейді. Мұғалімдерді күшті қылып алады да, мұғалімдер көмекші құрал ретінде беріп қояды да, мұғалімдер керісінше жаңағыдай уже сұрақтарды қояды ғой.
бала жасанды интеллектпен жасап кетті, енді оны өзің өміріңмен айтып бер деген сияқты ғой. Енді біз несімен ерекшеленеміз десеңіз, біз мұғалімдерді біз комплексно жасап жатырмыз осы жұмысты. Мұғалімдерді оқыту, мұғалімдердің рутиналық жұмысын азайтуға инструменттерді беру, одан кейін оқушыларды осы білім дизайнына жасанды интеллекттің қоса отырып қайта бейімдеу. Жаңағы оқушылар Блум таксономиясын 6 деңгейінде меңгеру керек. Блум таксономиясы туралы жаңа айтып өттім. Яғни осыны жалпы білім беру кезіндегі алған контентті шын өмірде дұрыс пайдалана алу. Осы нәрсені бәріміз толық қамтып бір экосистема ретінде құрап отқанымыз, ол 6 шетелдік мемлекеттің эксперттерін, мұғалімдерін қызықтырып отыр. Олар айтады, біз деген тек қана бір жаңағы мұғалімдерге бір нәрсе беріп қоямыз дейді, оларды үйретпейміз, оны кейін балаларға қалай қолдану керек, оны ата-анасын қалай оны жаңағы дұрыстап бақылап отыру керек деген нәрселердің бәрін сендер күшті үйретеді екенсіңдер дейді. Және көпшілігі бізді жаңағы бір мемлекеттік компания деп кейде ойлап қалады олар, сыртқы тұрғыдан. Яғни осыншама жаңағы ауқымды жобаны комплексно қалай істеп отырсыңдар деген сұрақ бар. Менің ойымша бұл бірінші артықшылық. Екінші артықшылығымыз, біз жалпы жасанды интеллект деген ол әртүрлі мәліметтердің үлкен базасы ғой. Біз соның ішіне біздің мемлекеттік стандарттарды қосуымыз, кейстарды қосуымыз, бұл екінші, яғни датасетті өзіміздің білім беру стандарттарына негіздеуіміз, ол екінші артықшылық деп ойлаймын. Яғни ол жаңағы математика туралы сұрақты қойсаң, ол өзінің жаңағы білім беру стандартына сай сұрақтармен жұмыс жасайды. Үшінші артықшылық, біз қазір жасап жатқан жоба, бұл LLM дейді. Үлкен тілдік модельдер біз өзіміз жасап жатырмыз. Қазір таңда әлем AI дейтін жасанды интеллект орталығы ашылды. Жаңа жасанды интеллект университеті енді ашылады, күтілуде. Және әлем клауд деген үлкен суперкомпьютерді біздің мемлекетіміз сатып алды. Бұл не береді біз сияқты компанияларға? Бір күнде $50 құртып, суперкомпьютерлерді шетелдік жалдаудың орнына біз енді шамамен $5 құртып, біз осы әлем клаудтан ала аламыз. Яғни 10 есе шығындарды азайтып отыр өзіміздің тілдік модельдерді жасауға. Бұл енді мемлекеттің жасап отқан үлкен бір жұмысы. Әрине. Біз осыны дұрыс түсініп, пайдаланып, біз енді өзіміздің тілдік модельдерді шығарғымыз келеді. Бұл жерде үлкен сұрақ бар, ұлттық қауіпсіздік. Яғни біздің тілдік модельдер әлем клаудта жататын болса, онда яғни біз туралы әр адамның дербес ақпараты және біз туралы білім саласының ақпараттардың бәрі Қазақстан ішінде болады. Енді қазір өздеріңіз білетін Google Gemini, OpenAI, ChatGPT-дің бәрі, яғни базаның бәрі сыртта ғой. Оны ешкім бақылап отқан жоқ, контрольдеп отқан жоқ. Керісінше ол компаниялар үлкен бір бақылауға ала алады көп ақпаратты. Яғни үшінші артықшылық, бұл ұлттық қауіпсіздік мақсатында және өзіміздің ұлттық тілдік модельдерді жасауымыз. Демек, менің түсінгенім бойынша, сіздің өнім жалпы мына мұғалімдерге өте қатты көмектесетін сияқты. Жаңағыдай үй тапсырмасын бергенде де, уақытын үнемдегенде де, мысалға баламен жеке жұмыс жасағанда да, осы бір сөзбен айтқанда сіздің өнім кәдімгідей бір мұғалімге пайдасы зор сияқты болып көрініп отыр. Маған сөздің ашығын айтайын. Мақсатымыз да сол, көмектессе екен, пайдасы тисе екен негізі. Оны жалпы байқап отырмын. Енді келесі сұрақ мынандай да менде, мысалға өнім деп жатырмыз, жасанды интеллект деп жатырмыз, барлығы әрине керемет, бірақ нақты сіз қазақ тіліндегі контенттерге, Қазақстандағы мектептерге мысалға қандай бір қалай айтсам болады сізге, бір қандай бір функцияларды бердіңіз осы бойынша? Жасанды интеллект бойынша, өзіңіздің өніміңіз бойынша деп жатырық қой, жарнамалап жатырық, айтып жатырық, бірақ нақты жасалған дүние қазақ мектептері үшін, қазақ контенттер үшін. Сұрағыңызға рахмет. Дарын AI дейтін жоба, AI деген жасанды интеллект деген сөз ғой, Artificial Intelligence. Сол жобаны біз қосып, ішіне бүкіл мұғалімдерге арналған курсты жасап, оқытып бастағанымызға 2 ай болды. 2 айдың ішінде 300 мың мұғалім тіркелді. Жалпы Қазақстан Республикасында 550 мыңға жуық мектепке дейінгі мектеп және колледж мұғалімдері бар. 550 мыңға жуық. Жарты миллион деңізші, иә? Жарты миллион. Соның 300 мыңы біздің платформаға тіркелді. 200 мыңы соңына дейін оқып шықты курсты. 200 мыңы. Әлі алда 2 ай бар, курс 2 ай, 4 айға жоспарланған. Жалпы курсты оқып шығу, 24 видео сабақ, 9 тапсырманы орындау, конкурсқа қатысу сияқты мүмкіндіктерді береді. Енді бұл курста біз жаңа базадан бастап
әлемдік 15 түрлі платформамен қалай дұрыс жұмыс істеу керек екенін үйретіп шықтық. Мгм. Енді артынша біз осы курсты оқығандардың бәріне бонус бердік. Мгм. 5000 бонус бердік. Сөйтіп біз өзіміздің тілдік модельдерге негізделіп жасалған жаңағы мұғалімнің сабаққа дейінгі дайындық процестерін беретін функцияны беріп отырмыз. ТЖБ, БЖБ құрастыру дейді, КМЖ, ТМЖ құрастыру дейді. Әр балаға жеке траектория құрастыру дейді. Осыны біздің осы Дарын EI платформасында мұғалімдер жасай алады. Мгм. Әрине ол тегін емес. Әрине. Ол подпискамен. Бағасы 3990 теңгеден басталады. Мгм. Сол жаңағы 5000 бонусын олар 2 айға дейін тегін пайдалана алады тағы да. Курс оқыған үшін, курс соңына дейін аяқтаған үшін. Ары қарай енді сөйтіп төлеп отырады. Әлемдік платформалардан қарағанда 2-3 есе арзан болып тұр. Әрине. Не үшін арзан деген сұраққа жаңа Әлем Клаудты айтып кеттім. Иә. Ол біздің мемлекетіміздің суперкомпьютерлерге өте төмен бағада прайс берген үшін. Негізі. Одан кейін біз енді қазір қандай функция жасап жатырмық десеңіз, біз енді осы мұғалімдердің қауымдастығын жасап жатырмыз. Яғни бір форум секілді, чат секілді, әрбір мұғалімдер өздерінің қандай өнім жасағанын тіркеп қойылады. Оны басқа мұғалімдерді алып көріп пайдалана алады. Тегін ба, немесе мұғалім оны сата ма, өзі біледі. Өзінің кейсін. Сонда бір үлкен қауымдастық пайда болады. Комьюнити. Одан кейін үшінші мұғалімдер осы білім беру кезінде сабақтан кейінгі тексеру процесі бар. Үй жұмы несін жаңа бақылауларды, солардың бәрін телефонмен жаңа бірден скандап, тез арада тексеріп беретін функция жасап отырмыз. Оны енді іске қосамыз. Шамамен наурыз айында. Оған дейін жаңа сабаққа дейінгі процесті мұғалімдер күштілеп пайдаланып, өз өмірлеріне енгізе алады. Жақсы. Енді сіздің мына платформаңызда айтып отырған мектепке енгізуге нақты кедергі не? Бүкіл мектептерге енгізуге. Енді ең алдымен кез келген жекеменшік компания мемлекеттік мектептерде менің ойымша монопол болмауы керек. Менің ойымша. Ешқандай кедергі жоқ. Кез келген жергілікті атқару органымен сөйлесіп, бұл бойынша келіссөздер жүргізуге болады. Бірақ ең алдымен біз білім беру процесін, білім беру заңында осы жасанды интеллект пункттарын қосу керекпіз деп ойлаймын. Бұны қалай пайдаланған дұрыс, бұның этикасы қандай. Жасанды интеллекттің этикасы деген бір тармақша болу керек. Бұны енді қазіргі таңда оқу ағарту министрлігіне қарасты Ыбырай Алтынсарин атындағы білім беру академиясы жасап жатыр. Және бұны келешек мектептерінде тексеріп жатыр. Жақында ғана оқу ағарту министрі Жұлдыз Досбергенқызы IT және жасанды интеллект кеңесін құрды. Сол кеңеске мені де шақырды. Ол жерде менің қасымда мықты мамандар бар. 20 шақты жалпы адам бар. Сөйтіп үшке бөлді. Біріншісі жасанды интеллект этикасы, екіншісі бұл жасанды интеллект арқылы құралған мазмұндар, контенттер, үшінші жалпы IT технология жағы. Осы үш тармақ бойынша жұмыс топтары қазір жұмыс істеп, сол заңдық нормаларға, нормативті актілерге, заңға жалпы өзгерістер енгізейін деп жатыр. Сөйтіп ойын ережесі болу керек қой ең алдымен. Сосын біз кез келген ашық конкуренцияға дайынбыз және оны дұрыс деп есептейміз. Себебі сапа болу керек. Бір-бірімен компаниялар жарысу керек. Ең мықтысы, ең үздігі нарықтан озып шығу керек. Әрине. Ешқандай кедергі жоқ. Біз ақырындап осыны қазір онсыз да оқу ағарту министрлігі, Аманат партиясы қолдап осы курсты жасап отырмыз. Ары қарай енді мұғалімдер өздері жеке төлеп ала береді. Ал егер оны мектеп көріп, мынау бізге жақсы екен, бізде 50 мұғалім бар, ал бізге де санап беріңдер, біз бюджеттің ақшасымен төлейік десе, олай да шығып жатқандар бар. Әрбір мектеп қазір былайша айтқан кезде өзінің бір құқығы бар. Мұғалімдерге пайдалы өнімді сатып алуға толыққанды дербес шешім қабылдай алатын мүмкіндігі бар директор. Міндетті түрде жаңа оқу ағарту министрлігінен тапсырма түсу міндетті емес. Бірақ дегенмен менің ойымша нарықта көп компаниялар пайда болады деп ойлаймын. Пайда болғаны да дұрыс. Дегенмен осы ойын ережелері ашық және жаңағы заңдық нормаларға өзгерістер енуі керек. Себебі енді бейберекет бет алды болып кетпеу керек қой. Әрине. Осы жақында ғана ғой деймін, қателеспесем, ел үкіметі шетелдік OpenAI ғой деймін, қателеспесем, сол компаниясымен білім бойынша бір келіссөздер жүргізіп келді. Сол дүние біздің мектептерімізге, Қазақстанның мектептеріне қандай мүмкіндіктер ашады негізі? Осы жайында бір толыққанды айтып берсеңіз, себебі білетініміз бар, білмейтініміз бар, ал сіз енді мұғалімсіз ғой. Иә. Жалпы OpenAI ол ChatGPT жасаған компания ғой. ChatGPT неше түрлі қазір версиялары бар. ChatGPT Edu деген версиясы осы мұғалімдерге, яғни білім беруіне бағытталған
нұсқасы. Сол нұсқаны біздің мемлекет 165 мың мұғалімге 3 жылға подпискасын сатып алып беріп отыр. Енді ол бағасын қанша екенін мен нақты білмеймін, бірақ мемлекет белгілі бір қаржыны OpenAI-дың осы ChatGPT Edu версиясын сатып алып, мұғалімдерге міне тегін пайдаланыңдар деп ұсынып отыр. Бұл енді білім беру процесіне әрине жақсы әсер етеді, өте пайдалы әсер етеді. Неге десеңіз, мұғалімдер ол Edu версиясында көп несін пайдалана алады, мүмкіншілігін пайдалана алады. Мысалы өзінің видеосын жасай алуы мүмкін, өзінің презентацияларын жасауы мүмкін. Ал енді біз сияқты компанияларға бұл керісінше челлендж. Неге мемлекет отандық компанияларында сатып алмайды деген сияқты сұрақ қой. Дұрыс, ChatGPT Edu ол мықты компания, әлемдік компания, бірақ бізде ұмтылуымыз керек. Болмасақ та ұқсап бағуымыз керек. Сол ChatGPT сияқты, Edu сияқты нұсқаны біз өзіміздің елде отандық өнім ретінде бере алуға. То есть менің айтқым келгені ол өте пайдасын жақсы береді. Бірақ біз сияқты компаниялар өсіп, ұмтылып, солармен таласуымыз керек. Әсіресе білім беру процесінде. Себебі бәрібір де қазақ тілінде, отандық өнім ретінде біз көбірек білім беру процесіне әсер ете аламыз деп ойлаймын. Енді қараңыз, мынау бізде мемлекетімізде қаладан бөлек ауылдар бар, региондар бар, білеміз ғой, барымыз облыстар бар деген сияқты. Жалпы сол облыс, ауыл, региондардың мектептерінің, мұғалімдерінің деп айтайын, жасанды интеллектке дайындауда қаладан қаншалықты өзгеше ол? Енді қазіргі таңда технологиялар жалпы жақындатып жатыр ғой. Ауылды да, қаланы да. Интернет мәселесі бар, бірақ интернет мәселесі біртін шешіліп келеді. Қазір Starlink компаниясы кез келген тіпті бір жайлауға дейін бара алады. Таудың үстіндегі. Яғни 2 киіз үй тұратын үйде де қазір интернет қоюға болады. Дұрыс. Сондықтан мен ойлаймын, бірінші бұл инфрақұрылымның негізгі сұрағы бұл интернет. Екіншісі құрал жабдықтар, бұл компьютерлер, ноутбуктар, телефондар деген секілді. Енді үшінші, енді ол бюджеттік тұрғыдан ауылдық мектептерді қолдау. Себебі ауылдық мектептер үнемі сол бюджеттік тұрғыдан мен ойымша жетіспеушілік болып, кейде қалып қояды. Енді мен нақты бәрін айтпаймын мұндайды, бірақ сондай кейстер бар. Сонда осы 3 сұрақты жүйелі шешетін болса, шешіп те жатыр. Онда ауыл мен қала мектептерінде жасанды интеллектті қолдану арақашықтығы мүлдем болмайды деп ойлаймын. Дегенмен қаланың аты қала, бұл енді урбанизация заңы бар. Бұл жерде кез келген ақпарат тез таралады, кез келген адам бір-бірімен тез кездесе алады, тез тәжірибе алмаса алады дегендей. Ал енді біздің жаңа қауымдастық құруда мақсатымыз сол ғой. Қаланың мұғалімінің опытын ауылдың мұғалімі сол сәтте ғана көріп үйреніп алсын. Яғни қауымдастықтың мақсаты сол. Теңестіру, барынша жақындастыру, барынша бір экосистемаға келтіру. Керемет. Мынау енді жасанды интеллектті оқушылар қолданған кезде дейді. Енді бұл нақты дәлелденген факт деп айтпаймын, бірақ осындай бір алып қашпа әңгіме бар да. Жасанды интеллектті қолданған кезде оқушы дейді, өзінің дербес ойлау қабілетін азайтады дейді. Өзі нақты шешім қабылдап, өзі алға басу кішкене қиындайды дейді. Жалпы осындай қорқынышы бар қалың бұқараның ішінде. Бұл қаншалықты рас? Ал егер де рас болса, бұлмен қалай күресуге болады мұғалім ретінде? Дағы да айналып келеміз, Блум таксономиясы. Жалпы қазір таңда ақпаратты оқу, жаттау, ақпаратты түсіну, ол жалпы бұл жасанды интеллект келгенге дейін де ескіріп қалды бұл модель. Бізде сол білім дизайнына өзгеріс енгізуіміз керек деген идеямыз сол. Білім беру стандарттарына. Және жаңадан білім беру стандарттары қазір қабылданып жатыр. Яғни мысалға мынау стаканның конус түрінде жасалған оқушы оны оқып, біліп түсінуі аз болып тұр. Енді осыны конус деген нәрсені қалай өмірде қолданады? Міне стакан ретінде. Неге бұл конус болу керек деген сияқты сұраққа дизайн әдемі болу үшін, су дұрыс тұру үшін, ол былай болса су төгіліп қалады деген сияқты қылып, керісінше көбірек ақпарат беру керек. Енді жасанды интеллект, жалпы жасанды интеллектіні қолдануды оқушылардың өзіне мұғалімдер де ата-аналарды түсіндіру керек та. Яғни сен бұны бет алды, кез келген сұрағыңды қойып, осыған 100% иман келтіріп сенудің қажеті жоқ. Сен бұл жерден аналитикалық ойлауыңды, критикалық ойлауыңды бәрібір де мектептен тыс, мектепте дамыту керек. Мысалы мынаны, бұл енді қазір сары түс болып кетті десе,
болды бұл сары түс екен деп сеніп кетудің қажеті жоқ. Сенің осы уақытқа дейінгі жиған терген біліміңмен сен кішкене қарсы шыға білуің керек. Кейде мен өзім де байқаймын, ChatGPT-ден жаңағы дұрыс емес ақпараттарды беріп бастап жатады. Мен айтамын, сен қателесіп жатсың, бұл дұрыс емес деймін. Ол бірақ үйреніп жатыр да ары қарай. Кешірім сұрайды да ары қарай дұрыс ақпараттарды алып келуге тырысады. Ал енді бірақ мен соны ажыратып аналитикалық ойлауды қоспасам, осы екен ғой деп кете берсем, онда мен де қате ақпаратпен жүре беремін ғой. Иә. Енді жалпы мынау Давос форумы деген бар, жыл сайын болатын. Сол жерде 10 қабілетті айтады негізі. Осы 10 қабілетті 10 дағдыны игерген адам дейді, әлемдегі мықты конкуренцияға төтеп береді дейді. Соның ішінде сыни ойлау бар, аналитикалық ойлау бар, креативті ойлау бар. Енді жасанды интеллект бұның бәріне көмекші ғой. Мысалы, сіз бір зерттеу жүргіздіңіз, жасанды интеллект қолданыңыз, бірақ ары қарай шешімді өзіңіз қабылдаңыз. Енді бұл былайша айтқан кезде қоғамдық бір ойлау принциптарын қалыптастыру керек деп ойлаймын түбінде. Жасанды интеллектті қолдан, бірақ шешімді өзің қабылда. Жасанды интеллектті қолдан, бірақ бір тексеріп ал. Енді жасанды интеллектен кезінде Google-дан іздеп, әр сайтқа кіріп отырады, сол жұмысты жеңілдетіп беріп отыр ғой. Бірақ сенің шешім қабылдауыңа, сенің аналитикалық ойлауыңа ол түбінде ол әсер етпейді. Әсер етсе, демек сен сыни ойлаудан, аналитикалық ойлаудан қалып қойдың деген сөз. Ал енді оқушылар осыны қолдана береді, оны айтсақ та тоқтамайды. Онда біз мұғалімдерді оқытып, мұғалімдер соған жасанды интеллектіні телефонды алып тастап, ал енді мына сұраққа былай жауап бер деген кезде ол жауап бере алатын болу керек те. Жасап келдіңіз, жарайды, жаңағы күштілеп бір эссені, болмаса не айтсақ болады, бір зерттеуді, реферат жасап алып келдіңіз. Мен соның ішінде сұрақтарды қою керек. Мына жерде сен болсаң не істейтін едің? Осы ситуацияда сен тұрып қалсаң, сен қандай шешім қабылдайсың? Сол кезде оқушы ол тұрмау керек қой, мен не істеймін? Оны жаңағы Блум таксономиясында келесі 3 неге өту керек те. Синтез, анализ, осыны өмірде қолдану деген. Сол кезде өмірде қолдану деген сұрақты көбірек қойса, оқушы ойланады. Мен ойымша бұл бәрібір де біз бұл процестен өтеміз. Және балаларымызды біз осы келесі қадамға ұмтылдыру үшін білім дизайнына осындай өзгерістер енгізу керек, және оны енгізіп те жатыр. Ал енді мұғалімдерді осыған дайындай беруіміз керек. Біздің мысалы жасанды интеллект курсын оқып шыққан мұғалімдер болды, бәрін біледі, бәрін дұрыс қолданады деген мен ойымша сөз емес. Келесі жыл тағы да жаңарады. Тағы да үйрету керек. Тағы да оқыту керек. Себебі қазір біз екеуміз әңгіме айтып отырмыз. Бір компания мен ойымша Кремниевый долинада немесе Қытайда тағы бір нәрсе жасап жатыр. Міндетті түрде. Жақында шығады деген сияқты. Әрине, толықтай келісем. Мынау жасанды интеллектті мұғалімдерді дайындау үшін жасанды интеллектке осы 2 жылдықта дейікші, Алла амандығын берсе, 2 жылдықта осы жасанды интеллектке мұғалімдерді дайындауда өкімет, мемлекет нақты қандай 3 қадам жасау керек сіздің ойыңызша? Ең алдымен жаңағы білім беру заңына өзгерістерді енгізу керек. Екінші, енді жалпы мұғалімдерді дайындау педагогикалық университеттерден басталады ғой. Педагогикалық университеттерде қазіргі таңда онсыз да өзгеріс болып жатыр. Сол өзгерістерді толық қабылдау керек деп ойлаймын. Яғни жасанды интеллект деген бір қосымша факультативті сабақтар бүкіл жерде пайда болу керек. Кезінде информатика секілді. Немесе сол информатиканы жаңарту керек. Үшінші, инфрақұрылымды толық жетілдіру керек. Міндетті түрде. Интернет, құрал жабдықтар, компьютерлер. Енді қараңызшы, егер де біздің мұғалімдеріміз негізі қанша жерден жасанды интеллект дейік, басқа дейік, мен негізі ескінің адаммын. Мен үшін ол мұғалімнің, ұстаздың орны әрдайым ерекше болып тұрады. Жалпы біздің егер мұғалімдердің барлығы осы жасанды интеллектті толықтай меңгеріп алсақ, біздің Қазақстанның оқушыларының, жалпы еліміздің білім деңгейі қаншалықты өседі сіздің ойыңыз бойынша? Енді мен ойымша, жаңа ең маңызды сұрақ әр оқушыға жеке подход, яғни жеке траекториясын жасау арқылы қадам жасау. Осы мәселеде біз ілгерілейміз деп ойлаймын. Ал егер әр оқушыға біз жеке осындай траектория құру арқылы адаптивті оқытуды енгізе алсақ, онда 5-ші сыныпта, 6-ші сыныпта оқуға деген қызығушылығы түсіп қалатын балалардың қызығушылығы азаюшы еді саны. Ол деген сөз, демек біз дұрыс профориентациялық модельдерді енгізе алсақ, онда біз 9-ші сыныпқа дейін балалардың кім болатыны, қайда барғаны дұрыс екенін болжалдай алатын едік. Және сәйкесінше өз мамандығымен жұмыс істейтін адамдардың санын арттыратын едік. Ол кезде экономикаға мүмкін кемінде жаңағы президенттің ойлап отқан жалпы ішкі өнімге 2 есе өсу керек деген нақты бір
жетістікке жете алатын көрсеткіштерге жете алатын едік. Мгм. Неге десеңіз, адами капитал бұл кез келген мемлекеттің басты капиталы, Әрине. адами ресурс. Мгм. Ал енді білім беру процесі бұл адами ресурстың негізгі қозғаушы күші. Мгм. Ал егер адами ресурс дамитын болса, ол өсетін болса, ол өзінің кім екенін ертерек білетін болса, оған бағытталып жұмыс жасайтын болса, маманы болса, өзінің кадрлардың саны көбейіп, экономикаға мүмкін 2 есе, мүмкін 3 есе өсім әкелуге болады. Болады. Бұған сіз нақты сенімсіз. Бұған мен нақты сенімдім, және мен екінші бір азамат ретінде ойым, республиканың азамат ретінде жасанды интеллектіні жалпы мынау мемлекеттік басқаруға дұрыс пайдалану арқылы, Мгм. тура мұғалімнің рутиналық тапсырмасына айтқандай, Мгм. бюрократиялық тапсырмаларды азайтуға болады, Мгм. және тиімділікті арттыру арқылы кез келген мемлекеттік қызметті тез көрсетуге мүмкіндік жасауға болады, және адами фактордың, яғни адами фактордың несін азайту арқылы, үлесін азайту арқылы жаңағы таныс, біліс, көкеу, жәкенді несін азайтуға болады, сәйкесінше әділеттілікті көбейтуге болады. Мхм. Мысалға, мемлекет қызметкерлердің көп уақыты хатқа жауап берумен кетеді. Иә. Бірақ ол келген хатқа жауап негізі базада тұр. Мхм. Тез арада жауап беруге болады да оны. Мхм. 45 күн күттірмей. Мхм. Сол секілді. Иә. Дұрыс айтасыз. Енді сөз соңында мынандай бір сұрағым бар да сізге. Жалпы мұғалім ретінде, Айбек мырза, мынау жасанды интеллект дамып келе жатқанда, технология дамып келе жатқанда, мұғалім ретінде мұғалімдер өз орнын жоғалтып алмау үшін не айтар едіңіз? Не істеген дұрыс, не жасаған дұрыс, және неден жалпы алшақ болған дұрыс? Мен ойымша, әрбір мұғалім өзін қатты жақсы көру керек. Себебі мұғалімдердің мәртебесі тек қана заңмен ғана емес, қоғаммен бекітіліп келе жатыр деп ойлаймын. Мұғалімдер 30% халықтың жаңағы санының 30%-ына әсер етуші үлкен институционалды қоғамдағы рөлі бар адамдар. Өз жақсы көру арқылы мұғалімдер 30% мемлекеттің адамдарына 30%-ына әсер ете алады. Дұрыс мұғалім болу арқылы, мықты мұғалім болу арқылы, демек 30%-ға мықты әсер ете алады. Егер 30%-на мықты әсер ете алатын болса, бұл менің ойымша Парето заңы бойынша осы 30% адам дамыған сайын мемлекеттің 70%-на 70% мемлекетті дамытатын адамдар осы болады. Себебі жастар, себебі болашақ мамандар. Екінші, мұғалімдер үнемі біліктілігін арттыру керек. Бұл жаңа біліктілігі арттыруды мемлекеттен тапсырма ретінде емес, әрбір мұғалім арттыра берсе, өз күнделік дами берсе, онда ол күшті мұғалімге айналады. Жалпы біздің қоғамда осы модельдегі мұғалімдер өте көп. Өзін сүйіп жақсы көретін, біліктілігін үнемі арттыратын. Енді үшінші мәселе, мен ойлаймын, бұл бөлісу құндылығы болуы керек. Яғни мықты мұғалім өзінің білімін семинарларда, интернетте бөлісу керек. Тегін бөлісу керек, немесе қолжетімді бағада бөлісе беру керек. Сол үшін жаңа қауымдастық платформаның мағынасы зор болады деп ойлаймын. Осы үш ойды айтам, идеяны айтам, бірақ енді біздегі 500 мың, яғни 500 миллион мұғалімге менің сенімім мол. Біздің мұғалімдеріміз 6 миллион жалпы болашақ мамандарға жақсы әсер етіп, түбінде Қазақстанды дамытатын осы мықты мамандарды шығара алады. Енді ол не үшін сенім мол десеңіз, бізде жақсы өзгерістер 5 жылдан бері, жалпы соңғы жылдар өте жақсы жасалып жатыр. Мұғалім мәртебесі заңы деген бар, мұғалімдердің жалақысының үнемі өсуі деген бар, мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсына қолдау жасауы бар, және мұғалімдердің шетелге шығып үйренуіне де қолдау жасап жатқан өңірлер көп. Яғни шетелге шығу да бұл үлкен бір былайша айтқанда жақсы ізгі іс. Тек қана мұғалімнің емес, жалпы адамның шетелге барып келу ол жақсы ізгі іс деп ойлаймын, себебі географиялық тұрғыдан байланыс қой енді. Тек қана өзіңнің облысыңда, ауылыңда емес, осындай да бар екен дегендей. Жалпы осы үш ойды мен ұсыныс деймін ба, ойым ба айтам. Енді мен әрине бір кеңес беретін, 400 мың мұғалімге бағыт беретін адам емеспін. Әрине. Ол біздің оған президентіміз бағыт беріп жатыр, министріміз бағыт беріп жатыр. Меніңкі бұл тек қана өз ойым. Дұрыс. Айбек мырза, сұхбатыма келіп өзіңіздің біліміңізбен бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет сізге. Ал ағайын, ат үстіндегі әңгіме бүгінге тәмам, және мен оның жүргізушісі Абзал Ибрашев. Сау болыңыздар.